Сәлеметсіздер ме? Біз бүгін су тіршілік көзі бөлімін бастаймыз. Здравствуйте, мы сегодня начинаем раздел «Вода – основа жизни». Бірінші сабақ. Судың пайдасы. Жидектер, жемістер, бақша, көкөністер. Осы барлық өсімдіктерге, жер бетіндегі тіршілікке су аса қажет нәрсе. Все мы знаем, что в жизни всему живому, всем растениям необходима вода. Мәтінмен танысу. Адам бақша өсірді, человек вырастил сад. Бақша шөлдеді, сад испытал жажду. Адам суға. Су, сен әдемісің, тазасың, көңілдісің. Маған көмектесші деді. Человек сказал воде: вода, ты красивая, чистая, веселая. Помоги мне, пожалуйста. Су, вода. Жарайды деді. Хорошо, сказал он. Су адамға көмектесті. Вода помогла человеку. Су бақшаны суарды. Вода полила сад. Су адамға. Человек воде. Рахмет саған су деді. Спасибо тебе, вода, сказал человек. Енді сурет бойынша сұраққа жауап береміз. По рисунку отвечаем на вопрос. Адам не өсірді? Бақша, жидектер, көкөністер, жемістер. Дұрыс жауабы адам бақша өсірді. Сұрақтарға жауап бер. Су кімге көмектесті? Су адамға көмектесті. Адам не өсірді? Адам бақша өсірді. Су нені суарды? Су бақшаны суарды. Адам суға неге рахмет айтты? Адам суға көмектескені үшін рахмет айтты.